Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Осы оқиғаларды назарларыңызға ұсынбас бұрын бейнеміздің астындағы бір лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Туылатын сәби. Ол туғанына бір күн қалғанда Құдаймен сөйлеседі. Бала Құдайдан сұрайды: Құдай, мен дүниеге барамын, ол жерде не істерімді білмеймін. Алла тағала сәбиге осылай дейді: мен саған періште жараттым, және саған қамқор боламын. Құдай-ау, мен олардың тілін білмеймін, мен оларды қалай түсінемін, қалай түсіндіре аламын. Алла тағала: сен үшін жаратқан періште саған олардың тілін сабырмен үйретеді. Бала тағы сұрады: дүниеде зұлымдық көп деп естимін, мен олармен қалай күресетінімді білмеймін. Құдай сәбиге осылай жауап берді: сен үшін жаратқан періштем сені өміріңнің соңына дейін жамандықтан қорғайды, уайымдама. Бала тағы да сұрайды: Құдай-ау, мен саған қашан қайтамын? Аллах осылай жауап берді: сен үшін жаратқан періште маған сенің қашан қайтатыныңды айтады. Сол кезде періште келіп, дүниеге кететінін уақыт келді деді. Алланың алдынан көтерілген сәби тағы сұрайды: Алла маған жаратқан періштенің аты кім? Аллах: есім маңызды емес, бірақ сен оны ана деп атайсың. Біздің каналымызды бақылауды жалғастырыңыз, құрметті көрермендер.